Сәлем қыздар, осындай 20 сантиметрлік восточный оюынан керемет тойбастар жастықтарын тігетін боламыз. Міне мына жерде екі оюды аламыз, екі түрлі мата аламыз. Біреуі көк ою, біреуі фиолетовый ою. Біз осылайынан оятын болғандықтан осы бір-бірлерінің паутинкаларын беттеріне қаратып, осы екіге бөліп аласыздар. Және де мына ортаңғы оюдың белінен төртке бөліп тастаймыз. Сосын оны жақсылап тұрып, жаңағы матамыздың диагоналін сызып, фоновый матамыздың соған жақсылап тұрып, осылай орнатып алайық. Осы оюдың бетіне екінші жастығымыздың матасын осылай жабамыз жақсылап тұрып. Ровно қылдырып жабу керек бұны да. Оюымыз қисайып кетпеу керек, барлығын қадағалауымыз керек бұл жерде. Содан кейін үстінен өте қызып тұрған өтек болу керек. Қызып тұрған өтекпен үтіктеп, жаңағы клей бар ғой енді оюдың, соны ерітеміз ыстықпен. Сол кезде ол оюлар жаңағы матамызға жабысып қалады да. Сосын ашқан кезде осылай шығады. Міне осы жерде уже жастықтарымыз жартылай дайын деген сөз ғой. Мына жерде кішкене ойым қисайып кетіпті, артынан оны мен қайтадан босатып кішкене түзетіп алдым. Енді матаға жабысқан оюларымыздың шет-шетін жақсылап тігін машинасымен тігіп шығамыз. Бұл жерде мен тігіспен тіге бердім. Өйткені бізде велюр матасы ешқандай сөгетілмейді. Сондықтан егер зигзагтарыңыз жоқ болса, осылай ешқандай несі жоқ, тіге берсеңіздер болады. Тіпті өте әдемі көрінеді. Енді бетіне жаңағы алдын ала дайындап қойған матамызды жақсылап қойып аламыз да. Бұл енді жастықтың арты болады. Бір шетінен бастап тігіп шығамыз осылайынан. 0,5 миллиметр қалдырдым тігіске. Айналдыра отыра осылай тігіп шықтым. Және де арасында жаңа холофайбер салатын орын қалдырамыз осылай. Сосын бұрыштарын бірінші жақсылап шығарып аламыз да. Енді холофайберді жақсылап тұрып, осы жастықтың ішіне салып шығамыз, бұрышын бәріне кіргізіп. Енді көлемін жастықтың размеріне қарай, жаңа холофайбердің қандай енді тығыз ба, нема соған қарай қарайсыздар. Осылай жақсы, әдемі, ыңғайлы жастық болып шығу керек қой. Енді тағы да тігін машинаға келеміз да, жаңағы тесігімізді сыртынан жақсылап тұрып тігіп шығамыз. Міне қыздар, біздің тойбастар жастығымыз жарты сағаттың ішінде дайын болды. Өте әдемі шыққан сияқты. Мына жерде оюды қайттан жабыстырған жері көрініп қалыпты. Ол бірте-бірте кетіп қалады. Және де бір қызық болғанда, бұрышындағы, төменгі жақтағы бұрыштағы оюды тігуді ұмытып кетіппін. Жарайды, енді бұл сатылымға емес, жай өзімізге шеберханаға дайындалған жастық болған соң бола берсін дедім. Қыздар, міне осы жастықты тіккен 20 сантиметрлік оюларға қазір бізде жеңілдік жүріп жатыр. 60 штугы 12 мың теңге еді. Қазір жеңілдікпен 10 мың теңгеге ғана ала аласыздар. Және де почтамен жеткізу тегін. Тезірек тапсырыс беріп үлгеріңіздер. Саны шектеулі. Төменге WhatsApp номерді қалдырып қойдым.